Саламатсызбы оқушылар? Саламатсыз. Бүгінгі сабаққа дайынсыздар ма? Ал барлық бүгінгі жақсы тілектеріңізді бір-бірімізге сәттілік тілеп алайық. Шеңбер болып тұрайық. Бүгінгі сабақта бір-бірімізге ыстық тілектерімізді тілейік. Бүгінгі сабақта саған тек қана жақсы оқытады, жақсы бағалар алады. Бүгінгі сабақта бір сөзбен ыстық тілектерімізді тілейік. Бала, сен бүгін барлық сабақтан бесік. Бүгінгі сабағың сәтті өтсін. Бүгінгі сабақтан беске оқы. Бүгінгі сабақта бесік өтсін. Бүгінгі сабақта ең осы. Бүгінгі сабағың сәтті өткен. Бүгінгі күніңді. Бүгін сабақтан сен көрсін. Бүгінгі сабақта деңгейін Сабаққа белсенді бол. Ал олай болса топқа бөлейік. 1, 2, 3 деп айда мысалы 1, 2, 3 деп топқа бөлейік. 1, 2, 2. 1 дегеніміз мынағы 2, 3-ті. Топқа бөлініп Ал оқушылар, бүгінгі күнімізге сәттілік тілеймін. Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет, қол шапалақтаймыз, ұйымшыл боламыз десек 2 рет, белсенділік танытамыз десек 3 рет шапалақтаймыз. Сабақты бастамай жатып, үй тапсырмасына келіп серпілген сауал айтсақ, сендерге мына қобдишаға серпілген сауалдарды салып қойдым, соған тарап жеңдер. Жылдам. Ал дайын болсақ, бірінші топ элемент қалай аталады? Бірінші топ элемент сүртіліп, металдар. Екінші периодтық жүйе нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінеді. Үлкен және кіші. Жарайсың. Химиялық құбылыс дегеніміз не? Бір заттың екінші затқа қосылып, әрекеттес химиялық Екінші затқа айналымын айтамыз. Химиялық реакция типтері неше оларды атайды? Химиялық реакция типтері 4-ге бөлінеді. Қосылу, айырылу, алмасу орындасу. Жарайсың. Келесі. Бірінші энергетикалық денеде қанша электрон болады? 2 электрон. 2 электрон максимум, 2 электрон. Оттектің атомдық массасы. Дұрыс, жарайсың. Азотта қанша протон және қанша электрон? Азотта 7 протон және 7 электрон. Заттың агрегаттық күйі. Қатты сұйық концентрация. Жарайсың. Ал кімге түскен еді? Заттың агрегаттық күйі. Ауаның құрамында қандай элементтер бар? Азот, сутек, 78% азот бар, оттек және әртүрлі инертті газдар. Екінші атом элементтерін аты. Берий, магний, кальций және сау. Яғни қандай металдар? Сүртіліп, жер металдар. Темірді тот басу және күміс заттардың қарайу қай құбылысқа жатады? Химиялық құбылысқа жатады. Қай металл өте жұмсақ және оны пышақпен кесуге болады екен? Натрий, жарайсың. Ыстық сумен әрекеттесетін металдар. Белсенділігі орташа. Жарайсың. Белсенділігі орташа металдар ыстық сумен әрекеттесетін металдардан оттекпен әрекеттесу нәтижесінде не түзіледі екен? Оксидтер түзіледі. Қай металдар оттекпен
екеуміз және Белсенділігі өте көңілді. жарайсың. Ал бүгінгі сабаққа өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Оқушылар, сендердің парталарыңызды әрбіріне бағалау парағы берілген, сол бойынша өздеріңді бағалап отырасыңдар. Кезең бойынша. Үй тапсырмасына сендерге жарайсыңдар деген, өте жақсы деген баға қоямын. Миға шабуыл әдісі бойынша мен саған, сен маған дейді. Тапсырмасы бойынша миға шабуыл жасаймыз. Ал оқушылар, бізге бұл елде күткен алтын орында көп күміс қорлар табылуы мемлекеттің атауына әсерін тигізген екен. Алтын іздеушілердің көңілінен шықпаған елдің атауын табыңдаршы, білесіздер ме? Металдарға байланысты. Аргентина. Аргентина, күміс. Яғни Аргентина деген ел екен. Латын тілінен аргентум күміс, яғни күміс көп табылуына байланысты атына әсер еткен екен. Ал мына суретте не көріп тұрсыңдар? Әрбір тиісті қышқылдар екен, орта. Бүгінгі тақырыбымыз осы металдардың қышқыл ерітінділерімен реакциясы екен. Дәптерлеріне жазып алған, бүгін жазамыз. Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі. Дәптерлеріне жазып алған. Бүгінгі сабақта әртүрлі металдардың қышқыл ерітінділерімен реакциясын біледі екенбіз. Металдардың қышқыл ерітінділерімен реакциясының теңдеуін де құрақ еді екенбіз, оқушылар. Ал жазып болған болсақ, бүгінгі жаңа сабаққа назар аударамыз. Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі. Кез келген металл қышқыл ерітіндісімен әрекеттесе ме? Бұны анықтау үшін біз мына алты проверкаға тұз қышқылын қосып әрекеттестіріп көреді екенбіз. Ең бірінші проверкада қалайға тұз қышқылын қосқан кезде бізде реакция нәтижесінде ештеңе байқалған жоқ. Келесі екінші проверкада темір тұр. Темірға тұз қышқылын қосқан кезде бұл жерде де ешқандай өзгеріс байқалмады. Магнийға тұз қышқылын қосқан еді, реакция бірден жүреді екен. Келесі мысқа тұз қышқылын қосқан кезде бұл жерде де реакция байқалмады. Келесі проверкада мырышқа бізде тұз қышқылын қосқан кезде байқадық, не жүрді? Реакциямыз жүріп, не болды? Сутек газымыз бөлініп шықты екен. Кальцийға тұз қышқылын қосамыз. Кальцийға тұз қышқылын қосқан кезде металдардың ішінде ең ішінде шабытты түрде әрекеттесіп, реакцияға түседі екен. Реакцияның нәтижесінде бізде сутек газы бөлінді. Кальций мына тұрған металдардың ішінде не екен? Ең белсенділігі жоғары металл екені көрініп тұр. Өте шабытты түрде әрекеттесіп жүр. Және де өзінен сутек газыны бөліп шығады екен. Ал жаңа не байқалмай тұрған проверкаларды көрейік. Ең бірінші мысты қараған кезде мысымыз не болып тұр? Бізде реакцияға әрекеттескен жоқ. Мыс тұз қышқылымен әрекеттеспейді екен. Келесі проверка темірді алайық. Темірді алған кезде бізде бұл жерде ештеңе байқалмай тұр, темір тұз қышқылымен. Бірақ бұны астына от жағып қыздыратын болса, бұл реакциямыз бөлінбей температурасы жоғары болғанда қыздырған кезде әрекеттеседі екен тұз қышқылымен. Келесі проверкадағы қалайын алып көретін болса, қалайда темір, дәл темір сияқты от жағып астын қыздыратын болса, бұл жерде де температураны қыздырған кезде не қылады екен? Тұз қышқылымен әрекеттеседі екен. Реакцияға түседі екен. Ал
оқушылар, осы алды атомның пробиркасы металл көрдік, иә, тұтқышқылымен әрекеттескен. Яғни барлығы металдардың тұтқышқылдармен әрекеттеседі екен. Несіне байланысты екен? Біздің металдардың белсенділігіне байланысты екен. Бізде металдардың қышқылдармен әрекеттесуі белсенділігіне байланысты болып келеді екен. Металдардың кернеу қатары бекеті бос қалымы ашқан несі литийде магнийға дейін белсенділігі өте жоғары. Келесі мырыштар, мына жерге қорғасынға дейін белсенділігі орташа металл. Жалпы барлық металдарымыз сутекке дейін орналасқан металдарымыз өзіне не болады екен? Сутек газыны бөліп шығарады екен. Сутекте кейін орналасқан металдарымыз не болады екен? Сутекті өзінен ығыстыра алмайды екен. Оған белсенділігі төмен болып келеді екен. Металға қышқылды қосатын болсақ, тұз және сутек газыны бөліп шығарады екен. Тақтаға бір мысал көрсетейін. Мысалға жаңағыда айтып өткен кальцийіміз шабытты түрде әрекеттессе тұз қышқылымен. Тұз түзілді, кальций хлориді және сутек газы бөлініп шығады екен. Келесі, белсенділігі орташа металға, мырышқа тұз қышқылын қосқан кезде оны бөлме температурасында әрекеттеспейді екен. Көрдік қой, иә? Жаңағы тәжірибемізде. Тек қана оны қыздырған кезде ғана түзіледі екен. Тұз және сутек газы бөлініп шығады екен. Келесі, мысымыз не қылды? Тұз қышқылмен әрекеттесе ме екен? Әрекеттесмейді екен, иә? Сутекті өзінен ығыстыра алмайды екен. Дәптеріңізге жазып алайық. Жазамыз. Ал олай болса, жаңағы бірінші топқа белсенді металдар деп, екінші топқа бүгінгі тақырып бойынша белсенділігі орташа металдар және де белсенділігі төмен металдар. Жас болған болса, оқулықпен жұмыс. Оқулықтардың ашында 44-ші бетті. Екінші есепті орындаймыз. 46-ші беттегі екінші. Кальций, мыс, магний, сынап, күміс, натрий берген. Іс жүзінде қай реакциялар? Іс жүзінде химиялық реакциялардың жүретін теңдеулерін құрастырамыз. Тақтаға жұмсақ келіңіз, айтсын. Қалғандарымыз оқын. Дәптеріңізді чотамыз. Газдың белгісі қандай еді? Жоғары. Тұрақсыз, яғни ұшып кетеді.
katarına karab orundayız. Işığı kanca reaksiyon türedeki kalsiyum, magnezyum, natriy, kaysilar sürmeydiği muz sınav cebe kırmızı sebebi Sebebi beşinci bu Sen de osılay jasınlar mı? Yani Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Сәйкестікті тап жұптық жұмыс. Жұппен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Aslında rek seçimlerinde сәйкестікті тапжылттық жұмыс кестеде белгі реагенттермен өнімдерді сәйкестендіресіңдер және реакция теңдеуін жазамыз. Koltukta болған болсаңдар қолдарды тіркесіңдер, иә? Болған жоқ. Бар ма? Бұлай болса, қазір басқаларда болсын. Келесі. Жауабына қарап, өздерін тексеріп шығыңдар да бағалау парақтарына қойып шығыңдар. Özün bana alışırsın. Kelesi toplamamız topluk жұмыс. Üç toplum taqırına байланысты, toplların aqına байланысты topluk жұмыс. Белсенділігі жоғары топқа. Суреттер сөйлейді. Белсенділігі орташа. Химиялық реакцияларды белсенділігі Topta birleşe жұмыс жасаймыз, ya, bir-birimizді тыңдаймыз. Bir-birimizге көмек береміз.
Bulgandım. Olduk da. Bir-birimizga baho beramiz. Kim diyor? Birinchi top suratga so'ylaydi. A, B, S, D және E сынақтарында натрий, кальций, мырыш және мыс, темір металдарын үлгілері салынған екен, иә. Әр сынақта бірдей көлемде сұйытылған күкірт қышқылы құйылды. Төмендегі суретке қарап, газдың бөлінуі жылдамдығына байланысты қай сынақта берілген металдардың салынған екенін анықтаңдар және қатарын құрыңдар. Теңдеуін жазып, иә? Натрий мен күкірт қышқылын қосқанда ол белсенді түрде жұмысқа әрекеттесті. Кальций мен күкірт қышқылын қосқанда Реакция нәтижесінде не түзілді? Тұз бен сутек газы бөлініп шығады. Бірінші болып бізде кальций өте белсенді болып әрекеттесті. Бұл болса натрий өте белсенді. Мырыш орташа деңгейде ол температурамен ыстық сумен қыздырған ыстық газбен қыздырған кезде ол әрекеттесті. Ал темірдің Яғни бөлме температурасында емес, оны ыстық температурасы жоғары, иә, болғанда әрекеттеседі. Орташа. арасында ең төмені және ең төмені мыс ол әрекеттеспейді. Себебі ол сутекті ығыстырып шығара алмайды. Жарайсыңдар. Отырамын. Екінші топ. Белсенділігі орташа метал. Аяқтар теңестіріледі, иә? Tuz қышқылы түседі. Дұрыс. Ал мына жерде магний мен мыс хлорды Дұрыс. қосқанда, мына жерде мырыш пен темірді хлор үшті қосқанда, темір мен сутекті екеуін ығыстырып шығарып екеуін айырып жібереді. Дұрыс. Мына жерде Оксидті түсінген, дұрыс. мына жерде кальций мен азот екеуін қосқанда кальций нитрит. Нитриді. Мына жерде су мен тұзды
Dürüst jarayısınlar bari dürüst ekan o'tiraman. Kelesi üçüncü sınıf. Bizga ish mol natriflariga bar yettiga qancha gram natriy bo'limi bo'ladi degan qismga keldi. Natriy men natriy men tuz qishqili hareket etganda Qanday metal natriy? natriy tezligi jo'g'ri metal. Sutek gazini qistirishdi. Sutek gazini qistirib natriflariga tuzdi. Dürüst jarayısın dürüst kelesi taqsimlar. Esleri ötürü metallar. Kışlar devlet hareket etmedi. Hareket etmedi. Çünkü o meselede tümez. Sutek alıştırılmaydı. Jarayısın. Al. Üç toplum taqsimmalari bo'yicha bir-birimizni бағалайық. Ең бірінші бізде белсенділігі жоғары металдар, иә? Бағалайықшы, кәне екі топ. Қалай? Жарайсың, өте тамаша орындаған, иә? Екінші топты бағалайық. Екі топ. Бас бармақ арқылы көрсетіп, жарайсың, жақсы орындаған ғой, иә? Сетеңдердің барлығы дұрыс. Үшінші топ. Үшінші топты бағалайықшы, жарайсың. Kelesi taqsimamiz jeke жұмыс. Bарлығымыз орнымызda отырып, дәптерлерімізге жеке жұмыс жасаймыз. Kimyalı reaksiyalar ayaklarını temizleyeceğiz. Sizlerin çok ısrarla bağlayasına sabıkla bensinliğe kasıtlı versin. Çalışsın. Sabıkla kalkını bensinliğe tanıtla oturan. Çalışsın. Sakinlerim sabıkla öteceğisine karşılığı. Oldukta Ayısılı. Üretleri karşılığı. İnternet canım. Karşılığı. Pek sultan cansı. Ramazan sabahqa qalqisib o'tiramiz, belsenib, talpinib. Bo'libmi o'qishlar? Bo'lgan bo'lsa, javobini tekshiramiz taxtada. Bir-birimizdan almasuvatish arqali kasımızdan sevdiğini yapamız, alıştırıp takacağını demiş. Kesin şansız. Dalya bağlı taraflarına koyuyorsun.
үш топтың топ басшыларын сайлап алған шығарсыңдар, иә? Енді сол топ басшыларымен жұмыс жасайық. Келіңдер, Tahtаны өшіріп, үшке бөліңдер. Ал орныңызда отырып қолдар үстінде. Үшінші тапсырма. Сабина бірінші тапсырманы орындап. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Харадимов ертеңдері отырса. Қыздырып барады. Ал, орында қолымыз Ya, metal belirtildiği boyunca bu жерде мантиктің мұрышқа қарағанда белсенділігі жоғары ал қорғасы мен темірдің белсенділігі қорғасына қарағанда жоғары болып келеді. Натрий мен алюминде де натрий жоғары металдардың ішінде, ал алюминий орташа. Жарайсың, отыра ғой. Сафинаның есебі өте дұрыс, тамаша орындалыпты. Жазып алыңдар, оқушылар. Екінші рәкса түспейді. Жарайсың, отыра ғой. Қағылдарды артық қышқы қағылдарын артыңсыз. Бірінші ашқылы, дұрыс қышқылы, одан хлорид қалдық болып. Екіншісі көкөт түзек қышқылы, үшіншісі азот қышқылы, төртіншісі көмір қышқылы, бесіншісі көкөт қышқылы, соңғысы кремний қышқылы. Бұлар қалдықтан сызып соқтың ма? Астына сызбай ма? Жарайсың, отыра ғой. Сафина, жарайсың. Айсұлу, жарайсың. Жазбалықтар дәптерлермен жылдан жазып алыңдар. Жазып болдық па оқушылар? Ал сендерге өте қызықты мәліметті оқып берейін, иә? Сендер білесіңдер ме, ең қымбат металл бізде Калифорния екен. Оның 1 граммы бірнеше миллион доллар тұрады екен. Және де қызықты мәлімет, біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырда Македонскийдің әскері Үндістанға бет алған екен. Үнді өзенінің жағасында әскерлер асқазан ішек ауруымен жаппай ауырып індет тарай бастаған екен. Сол кезде неған екен? Індет тарай бастаған екен. Оның себебін іздеген кезде қарапайым әскерлеріміз неған екен? Індетпен ауырған екен.
себебін анықтағанда олар жез ыдыспен тамақтанып ал қолбасшылар мүлде ауырмаған екен себебі олар қандай ыдыс қолданған екен күміс ыдысын қолданған екен біздің күміс суды залалсыздандыратын бактерицид қасиеті бар екен иә сондықтан да ол не қылады екен жаралардың іріңдеуіне жол бермей жылдам жазылуына көмектеседі екен оқушылар келесі сабақты қорытындылау мақсатында органайзер әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған мәліметтер оның атайшы қандай мәлімет алып қандай мәлімет алып белсенділігі жоғары металдар жоғары металдар иә атап берші натрий калий литий иә жарайсың белсенділік орташа металдар әбділдім белсенділігі орташа металдар бұлар алюминий темір мырыш және жарайсың тағы қандай мәліметтер он мәлімет айтаршы айсың Металдардың белсенділігі қандай бар екен? кім ашқан екен оны орыс ғалымы бекетов ашқан екен роза белсенділігі төмен металдар сутекті ығыстыра ала ма ығыстыра алмайды иә себебі белсенділігі өте төмен белсенділігі төмен металдарды айтып берші қай жерде орналасқан алтын және күміс мыс иә мырыш белсенділігі орташа сутектен кейін орналасқан тағы бексұлтан қандай мәлімет алды күміс не қылады екен суды не қылады екен залалсыздандыратын қасиеті бар екен иә жарайсың ең қымбат металл қай металл екен калифорния жарайсыңдар олай болса бүгінгі сабақты өте тамаша жақсы түсініпсіңдер алдарында өзін өзі парақшасы бағалау парақшасы бар соны бағалап көрсіңдер жылдар жазбадыңдар ма бағалау парақшаларына осы уақытқа дейін тез сәйкестендірудің орнына жіберіңіз сабақты қорытындылау мақсатында жылдам орындаймыз сәйкестендіріңіздер тез етмейді орындайтын болсың иә болған болса тақтадағы жауаппен тексереміз және де бұны да бағалау парақшасына қойып қойыңдар тексердік па ал сендердің бағалау парақшаларын отбасылары жинап маған беріңдер үйге тапсырма